Баршаңызға сәлем, менің тоқымаш жолым екен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта біз осындай жүрекшелермен әрленген прихватка тоқу үйренетін боламыз. Мен бұл прихваткаге ирандық жіптерді пайдаландым. Сіздер кез келген жіпті алсаңыздар болады. Мендегі 100% акрил. Яғни 100% акрил жібі. Және бұған мен 2,5 крючокты пайдаландым. 2,5 крючок пайдалансаңыздар болады. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Екі саусағымызға осылайша жіпті орап алып, крючогымызды шеңбердің ішіне кіргізіп, ұзын жіпті жұмыс жібін шығарып аламыз. Дәл осылай ұстап тұрып, дәл осы жерден 3 бос ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Мінекей. Енді мына шеңбердің ішінен столбик накидін тоқимыз. Яғни барлығы 14 столбик накидін болу керек. Мына жерде жіпті ұстап тұрамыз. Жібімізді крючокқа орап, шеңбердің ішінен жіпті шығарып, бірінші столбик накид тоқимыз. Сонда бізде мына 3 петлямен бірге 2 столбик болды. Үшінші столбик накидім. Төртінші столбик накидім. Бесінші столбик накидім. Алтыншы столбик накидім. Мінекей мына қысқа жіпті тарту арқылы осылай жинақтап аламыз. Енді біз біріктіреміз, яғни мына жерде қапталдан қарағандағы дәл осы петляға, үшінші петля, яғни бірінші, екінші, үшінші петляға бір қабырғасына кіргізіп, осылайша жай ғана біріктіруді орындаймыз. Енді келесі неден 3 бос ілмек теріп аламыз. Мінекей біздер 3 бос ілмек теріп алдық. Енді осы бос 3 ілмегіміз бір бағананы құрайды, яғни бір столбикті құрайды. Енді келесі петля, мінекей мына петля 2 қабырғасымен бірге аламыз. Дәл осы петляға 2 столбик накидін тоқимыз. Мына петля өзі тұра береді, яғни бағана келесі петлядан бастап тоқимыз. Бірінші столбик накидім. Және дәл осы петляға екінші столбик накидін тоқимыз. Мінекей, 3 болды сонда. Бір петлядан 2-ін шығардық. Келесі петляға да дәл солай 2 столбик накидін шығарамыз. 1, осы петляға екінші столбик накидім. Келесі петляға да бірінші столбик накидім. Және екінші столбик накидім. Дәл осы петляға тоқимыз. Және келесі петляға да қайталаймыз. 2 столбик накидім. Дәл осы петляға екінші столбик накидім. Мінекей, біздер әрбір петляны 2 еселейміз. Яғни мына петля, келесі петля барлығын 2 столбик накидімен тоқып шығып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Мінекей, мен бірінші қатарды аяқтадым. Мына жерде соңғы 2 петляны тоқыдым және ең соңғы петляға тағы 2 столбик накидін тоқимын. Бірінші және екінші столбик накидім. Және мына бағанамыз бір столбикті құрайды және дәл осы бағана шыққан жерге бір столбик накидімді тоқимыз. Сол кезде бір петлядан 2 столбик болып есептеледі. Екінші қатар осымен аяқталды. Қапталдан санағанда үстіндегі үшінші петлямен біріктіреміз. Мінекей, осы петлямен жай ғана біріктіруді орындаймыз.
Енді бізде үшінші қатарда да 3 бос ілмек көтереміз. Біреу, екеу, үшінші. Және тағы да келесі петлядан бастап тоқимыз. Енді келесі петляға біздер тек бір петля ғана тоқимыз, бір столбик с накидым тоқимыз. Мына петляға бір столбик с накидымды тоқып аламыз. Енді келесі петляға неке астында 2 столбик шығып тұр. Дәл солай 2 столбик с накидым тоқимыз. Бір столбик және екінші столбик с накидым. Неке енді мына келесі петляға бір столбик с накидым тоқимыз. Ал келесі петляға астындағыдай 2 столбик с накидым тоқимыз. Бір петлядан 2 столбик шықты. Екінші столбик с накидым. Неке енді біздерде мына 2 столбик с накидыммен ортасында бір столбик болады. Дәл солай, неке мына петляға бір столбик с накидым, келесі петляға 2 столбик с накидым, одан кейінгі келесі петляға бір столбик, 2 столбик с накидым деп алмастырып, өзіміз мына жерге дейін тоқып шығамыз. Неке үшінші қатарды мен аяқтап қалдым. Енді мен мына жерде 2 столбик тоқыдым. Енді соңғы петляға бір столбик с накидым тоқып аламын. Және манағы 3 бос ілмек тоқыған жерімнен тағы да бір столбик с накидым шығарамын. Сонда бізде 2 столбик болып есептеледі. Енді мен мына қатарды аяқтағанда бірден мына үшінші қатардан келесі ақ жігімді біріктіріп аламын. Үшінші петлядан. Неке осылай біріктіріп аламыз. Және осы екі жіпті жай ғана өткізу арқылы біріктіретін боламыз. Осы жерден 3 петля көтереміз. Біреу, екеу, үшеу. Енді дәл солай келесі петлядан бастап бір столбик с накидым тоқып бастап кетеміз. Яғни мына екі жіпті ұстап тұрамыз да, мына петлядан тек қана бір столбик с накидым тоқимыз. Және де келесі петляға да бір столбик с накидым тоқимыз. Мына екі жіпті қосып арасына тоқып кетеміз. Бір столбик с накидым тоқимыз. Енді неке ортасында 2 столбиктен тоқыдық. Енді мына астындағыдан дәл солай, дәл осы петляға да 2 столбик с накидпен тоқып шығамыз. Біріншісі және дәл осы петляға екіншісі. Астына қарап отырсаңыздар, шатаспайсыздар. Енді одан кейінгісіне бір столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға да бір столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға астына қараймыз, 2 столбик с накидым тоқимыз енді. Бірінші столбик с накидым және осы петляға екінші столбик с накидымды тоқимыз. Неке осылайша 2 столбик с накидымның ортасында бір-бірден бір петлядан бір столбик с накидым болады. Неке мына жерде 2 столбик шықты, одан кейін бір петляға бір столбик, бір петляға бір столбик, екеу болды, және бір петляға 2 столбик. Араларында 2 столбиктен болып, мына жерге дейін тоқып шығайық. Яғни, бізде мына 2 столбиктердің ортасында бір-бірден 2 столбик болады. Жеке-жеке, яғни, әрбір петляда 2 столбиктен тоқимыз. Мен қатардың аяғына келдім. Мына жерде 2 столбигім тоқып алдым. Және соңғы 3 бос ілмек шыққан жерден тағы бір столбик с накидым тоқып, 2 столбик қылдым. Енді біріктіру амалын жасаймыз. Мына осы петлямен біріктіріп аламыз.
және келесі қатарда да 3 бос ілмек көтеріп отырамыз. Енді келесі петлядан бастап дәл солай 1 столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляға да 1 столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляда 1 столбик с накидін тоқимыз. Енді мына петляға қараймыз. Бір петлядан 2 столбик с накидім шыққан. Бірінші столбик с накидім, осы петляға екінші столбик с накидім тоқимыз. Енді келесісіне 1 столбик с накидін тоқимыз. Келесісіне 1 столбик с накид. Келесісіне де 1 столбик с накидін тоқимыз. Ал келесі петляға 2 столбик с накид шығарамыз. Бірінші столбик с накидім, екінші столбик с накидпен. Осылайша дәл осы ретпен қайталап өзіміз тоқып шығамыз. Яғни 2 столбиктің ортасында жаңа 2 астыңғы қатарда 2 столбик болса, енді біздер 3 столбиктен көбейтіп отырамыз. Мінекей. Үшеу ортасында үшеуден болады. Сөйтіп алмастырып тоқимыз. Так, мына жерге 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик. Одан кейін астына қараймыз, 2 столбик шыққан. Осылайша айналдырып тоқып шығайық. Аяғына келдім қатардың. Мінекей мен 2 столбигімді тоқыдым. Одан кейін жеке-жеке 1 столбик тоқыдым. Енді 3 бос ілмек шыққан жерден 1 столбик с накидін тоқимыз. Және біріктіру амалын жасаймыз. Осы петлямен біріктіріп алайық. Бізде енді соңғы қатар. Әрбір қатарда біздер 3 бос ілмек көтеріп отырамыз. Енді келесі петлядан бастап тоқимыз әдеттегідей. 4 петля тоқимыз енді біздер. Бірінші столбик с накидім. Және екінші столбик с накидім. Үшінші столбик с накидім. Келесі петляға 4-ші столбик с накидім. Ал енді одан кейін петляға астына қараймыз, 2 столбик шыққан. Дәл осы петляға 1-ші столбик, дәл осы петляға 2-ші столбик с накидім. Енді мына жерлерге 1-1 столбиктен тоқимыз. 1 столбик с накидім. Келесі петляға да 1 столбик с накидім. Келесі петляға да 1 столбик с накидім. Келесі петляға 1 столбик с накидім. Енді келесі петляға 2 столбик с накидін тоқимыз. 2 столбиктің ортасында жеке-жеке 4 столбиктен тоқыдық біздер. Бірінші столбик осыған, екінші столбик с накидін тоқып аламыз. Мінекей. Енді өзіміз дәл осылай қайталап шығамыз. Яғни бір түсіндіріп жіберсем, мына астына қара отырамыз, астындағысында міне ортасында 3 столбик болды. 2 прихватканың ортасында 3 столбик болды. Прибавканың ортасында. Енді үстіңгі қатарда 2 прибавканың ортасында 4 столбиктен тоқимыз. Яғни мына жерлерге 4 столбик, одан кейін прибавка, яғни 1 столбик, 1 петлядан 2 столбик с накидін шығарамыз. Одан кейін 4 столбик тоқимыз арасына. Одан кейін 1 петлядан 2 столбик шығарамыз. Осылайша қайталап қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен қатарды аяқтадым. Және де 2 петлядан кейін 4 столбик тоқыдым да,
Енді мына 3 бос ілмек шыққан жерден бір столбик накидім тоқып алам. Ендеше біріктіру амалын орындаймыз. Енді осы жіпті қиып үзіп тастаймыз да, осылайша тартып қоямыз. Бастырып қоямыз. Енді біздер айналасындағы, мына қатарлар тоқып болдық, айналасындағы жүрекшелерді тоқитын боламыз. Осы жүрекшелердің тоқылу жолын көрсететін болам қазір сіздерге. Біз оны жасыл жіптен тоқимыз енді. Ендеше бастаймыз жұмысымызды. Жаңа жіп біткен жеріміз бар. Сол жерді тауып аламыз да, бір петлядан алып, жасыл жіпті шығарып аламыз. Кез келген бір петлядан шығарып алсаңыздар болады. Жіпті астына қарай қойып, негізгі жұмыс жібімен дәл солай 3 бос ілмек көтеріп аламыз. Енді дәл осы жерден, дәл осы петлядан бір столбик накидім тоқимыз. Бір столбик накидім. Осылай. Енді мына жіпті сәл тартамыз, кішкене ұсарыңқырап, жібімізді крючогымызға ораймыз да, мына тесіктен, ортасындағы тесіктен дәл осылай оралған жіптің алтауын тоқимыз. Бірінші оралым, екінші, үшінші жібімізді крючокқа орап отырамыз. Төртінші, бесінші, және алтыншы алтауын осылай орап алдық. Енді екі-екіден бесеуін тоқып отырамыз қазір. Мына екеуінен жібімізді шығарамыз, өткіземіз. Біреу, кішкене тартып жібереміз. Келесі екеуінен екінші жібімізді шығарамыз. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Одан кейінгі екеуінен, яғни үшіншісінен жұмыс жібін шығарамыз. Және мына екі жіптен төртінші рет тоқып жұмыс жібін шығарамыз. Енді бесіншісін барлығын бірге тоқып жібереміз. Жүрекшеміздің бір қапталы тоқылды. Енді біз тоқымамызды айналдырамыз теріс жағына. Сәл тартып жібереміз де, бос қылып тағы да дәл сондай қылып орап, крючогымызға жібімізді орап аламыз да, дәл осы тесіктен жетеуін тоқимыз енді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Енді арғарай дәл манағыдай қылып, енді бұл да жетеуін орап алдық қой, енді алтауын шығарамыз. Бұл жерде 8-ін шығарамыз. Біріншісін, екіншісі, үшіншісі дәл осылай өткізіп шығарамыз. Төртіншісі, бесіншісі, алтыншысы, жетінші, сегізінші, 8-ін шығардық. Енді тоқымамызды оң жақ бетіне бұрамыз да, енді астынан 6 петля тастаймыз. Екеу, қазір қараймыз. Осы жерден 6 петля тастаймыз да, мына 7-ші петляға біріктіреміз. Біріктіру амалын ғана жасаймыз. Осылай біріктіреміз. Бірінші жүрекшеміз дайын болды.
Енді екіншісін көрсетем тоқып. Тағы да 3 бос ілмек тоқимыз. Жүгімізді крючок орап, дәл осы біріктірілген жерден петлядан бір столбик накидім тоқып аламыз. Кішкене жүгімізді ұзартып аламыз да, тесіктен жаңағыдай қылып алтауын орап шығарамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтыншысы. Енді екі-екіден бастапқы екінші жіптен өткіземіз. Сәл тартып жібереміз және екінші, үшінші рет өткіземіз дәл солай. Төртінші рет өткіземіз. Енді соңғы бесіншісін барлығын бірге өткізіп жібереміз. Тағы да тоқымамызды бұрамыз. Сәл жүгімізді бос ұстаймыз да тартып, тесіктен 7 рет орап шығарамыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау және жетіншісі. Енді осы жерден 8, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, және соңғысы 8-шісін тоқимыз. Қайтадан оң жақ бетіне қойып, астынан 6 петля тастаймыз да. 2, 3, 4, 5, 6 және 7-шісіне тоқимыз. Біріктіру амалымен. Осылайша. Енді қалған жүрекшелерді айналдырып, өзіміз тоқып шыға берейік. Тартып қоямыз осылай. Мінекей мен бітіріп қойдым. Соңғы жүрекшені тоқыған уақытта дәл осы жерден біріктіру амалын жасап, ешқандай жіпті үзбей 12 петля көтеріп, прихваткамыздың ілгішін тоқып кетейік. Дәл осылай. Мінекей мен екеуінде тоқып қойдым. Бұл өте әдемі болып шықты. Құманның астына қойғанда мысал. Менімен бірге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басыңыз, менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Көп-көп рахметімді айтамын сіздерге.